Болдым. Болдым. Ассалаумағалейкум, жиен, қалайсыңдар? Саат неше қазір? Жақсыға барам. Қайда бара жатсың? Ана жиенімнің баласын садигінен алып келем. Апайлар ауырып бәрін ерте таратып жатыр дейді. Неге өздері алмайды? Енді олар жұмыста емес пе? Алейкум ассалам, інім, қалайсың? Шүкір. Не? Ай, байқап жүрмейсің, Басылан. Қанша керек? Бар ондай ақша. Қазір лақтырам, күт. Не болып қалды? Ай, Аслан. Барғанда бір машинаға түйісіп болыпты ана. Еще не прав, Аслан. Ақша керек деп жатыр. Жоқ десең де ренжімейді ғой сол. Ей, не етіп тұрсың сен? Туған інім емес пе? Жақсы нағашы. Аха. Тасқалаға жеткізіп тастау керек. Так, жарайды, аха, жеткізіп тастайын. Битик нағашы, бірінші менке тамам ішіп алайын, сосын балаларымды садик мектебінен әкеліп тастайын. Сосын сізді Тасқалаға жеткізіп тастайын. Жақсы ма? Жақсы. Осы сенің туысқандарың бар ғой, мен шаршатты кәдімгідей. Не? Жоқ, өзің таксовать етіп әзер жүрсің. Сен неге оларға отказ бермейсің? Олар мен туыстар емес пе, не айтып тұрсың? Үйчо туыстарың болса, олар сені неге ойламайды? Тек бар тапқаныңды тек соларға бересің. Личный водительдер құсап, соларды апарып алып келіп жүресің. Сонда не айтқың келіп тұр? Көмектеспе. Пускай әркім өз үшін өмір сүрсін. Қой, не айтып тұрсың сен? Көмектеспе. Пускай әркім өз үшін өмір сүрсін. Да, Аслан. Алло, жеңге, балдарды мектеп садигін апаруға келдім. Дайындап қоясыз ғой да? Аха, жарайды қазір. Ағам тәуір болып, машина алғанша өзім апарып кетіп тұрам ғой. Уайымдамаңыз, жақсы ма? Личный водительіңіз болам ғой, артак. Рахмет, үлкен Аслан. Сәлем, жеңше, қалайсыздар? Көріп тұрғаныңдай. Жеңше, ағам ауруханада жатқан соң үйде жайбарақат жата алмадым. Сізге көмектесейін. Тамақ әзірлеп, үй жинап, балаларға қарайын. Уайымдамаңыз. Барлығы жақсы болады. Рахмет, үлкен. Ал, жиен. Бірінші мына ауруханадан аман есен шығу. Иә. Екінші туған күніңмен. Ең бастысы денсаулық. Оны енді өзіңде көрдің ғой. Ал машина деген не тайыр. Келеді, кетеді. Дүниемен байымайсың. Ең басты байлық жаныңдағы тума туыстарың. Жаныңда тума туыстарың болса, машина да болады, байлық та болады. Енді мынау
сол тума туыстарың, жақын жанаттарың бәріміз жиналып, сенің мынау бүгінгі туған күніңе апта көлік сыйлағалы отырмыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кім ризық несібесінің көбеюін және ғұмырының ұзақ болуын қаласа, ағайын туыстық қарым-қатынасын күшейтіп, оған қарайлассын,